Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай видеода көрсетілгендей ерекше қамырды илеу рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бір жұмыртқаны алып, оның үстінен айранымызды құйып, жақсылап біркелкі етіп араластыратын боламыз. Бұндай қамырды пирожки пісіргенде пайдалансаңыз болады, немесе бауырсақ пісіргенде пайдалансаңыз болады. Бұл ашытқысыз қамыр. Енді бұл қоспамызға 3 ас қасық кішкене ұнды салып араластырып алатын боламыз. Ол біздің мына массамыздың жақсы болуына әсер етеді. Енді оның үстінен 1 шай қасық ас содамызды салып, оның үстінен уксусты құйып, жақсылап араластырып қоспамызға құятын боламыз. Уксус менде 9%, оның үстінен 1 шай қасық тұзымды салып, және 3 ас қасық сұйық майымды құйып, жақсылап біркелкі етіп араластыратын боламыз. Қамыры өте жұмсақ болып көтеріліп шығатын болады, және қолға жабысқақ, өте жеңіл қамыр пайда болады бізде. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын жақсылап біркелкі етіп осылай араластырып алатын боламыз. Енді ұнымызды үстінен саламыз. Ұнның барлығын әдетте әрқашанда айтып отырамын, бәрін бірден салып жіберуге болмайды. Бөліп, яғни 2 бөлікке бөліп салатын боламын. Бірінші бөлігін салып, оны лопатканың көмегімен араластыратын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Енді біз ұнның қалған бөлігін салатын боламыз. Енді бұл жерде біз лопаткамен араластыруға күші келмейді лопатканың, сондықтан да біз қолдың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде жақсылап илеңіздер қамырды. Өте жұмсақ, қолға жабысқақ қамыр болып шығады. Өте керемет пирожкилер дайын болады. Бұндай қамырдан жасалған пирожкилерді майға қуырып алсаңыздар да болады, немесе духовкада пісіріп алсаңыздар да болады. Тіпті бұл деген ашытқы салған қамырмен бірдей сияқты көтеріледі, өте керемет болып шығады. Енді бұл қамырымызды жақсылап маймен майлап аламыз да ыдысымызды, содан қамырымызды кішкене қойып қоятын боламыз. Бұндай қамырды тіпті қойып қоймай сразу пирожки жасап бастап кетуге болады. Өйткені бұл тұруды, яғни расстойканы қажет етпейді. Дегенмен де өзіңізге қамырыңыз өте жұмсақ, өте қамырмен жұмыс жасау ыңғайлы болу үшін кішкене бір 10-15 минутқа қойып алсақ болады. Міне осындай кереметтей қамыр шығады. Енді оны аздап қойып қоятын боламыз. Міндетті түрде осындай қамыр жасап көріңіздер, илеп көріңіздер. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай арасы ешқандай ұн болмай, өте керемет болып, осындай қамыр бізде дайын болады. Достар, менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, достарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер, жасап көріңіздер. Егер де қандай да бір рецептпен менің осы тағамдарды жасап көрсеңіздер, бөлісіңіздер.